Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше болып пісетін жаппасай тамағының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бір пиала суымызды, бір жұмыртқамызды, шым-шым тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, қаттылау етіп қамыр илеп аламын. Достар, жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді, ерекше болып шықты. Жасалу жолы да өте оңай. Қамырымызды қаттылау етіп илеп алып, июін қандырғаннан кейін 15-20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Осы кезде біз подливін жасап дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді қосып, қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламын. Пиязымызды қосып, пиязымыз сап-сары болғанға дейін қуырып, үстіне картошкамыз бен сәбізімізді қосып қуырамын. Осы кезде тұз, дәмдеуіштерімізді қосып, томатымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Үстіне тұзымызды қосып, картошкамыз батып тұратындай суды құйып, 20 минутқа пісіріп аламын. Осы кезде қамырымызды жұп-жұқа етіп, жайып алатын боламыз. Бешбармақтың қамырын жайғандай етіп, жұп-жұқа қылып жайып аламын. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне бөлісіп кетсеңіздер болады. Қамырымызды осылай жұп-жұқа етіп жайып алып, үстіне сұйық майымызды жағып аламын. Бір келкі етіп жағып алғаннан кейін қамырымызды осылай төрт бұрышты қылып кесіп аламын. Жартылай пісіп қалған подливіміздің үстіне кесіп алған қамырымыздың барлығын осылай жайғастырып шығамыз. Одан кейін 20 минуттың ішінде пісіп шығады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Қамырымызды жайғастырып алдық, бетін жауып 20-25 минутқа қойып қоямыз. Қамыры піскеннен кейін осылай аламыз, ешқандай жабыспайды. Өте керемет болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Астында подливі де пісіп дайын болып тұр. Қамырымызды осылай реттеп алғаннан кейін бетіне подливімізді салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет болып шықты, достар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше.